أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum, құрметті мұсылман бауырлар, құрметті абыз ақсақалдар, құрметті ақ жаулықты аналар. Барша мұсылманға қасиетті мүбәрак болған жұма күні баршаларыңызға құтты болсын. Алла тағала осы қасиетті күні тілеген тілектеріңізді, ізгі амалдарыңызды, ниеттеріңізді Алла тағала қабылдан қылсын. Жалпы мынау жұма күніне арнайы дайындаудың өзі ол бөлек бір әңгіме. Жұма күні қасиетті күн болғандықтан, осы мешітке арнайы қадам басып келгендіктен, адам баласы осы күнді, жұма күнді басқа күндерден ерекше қылу керек. Сіз өйткені Алланың үйі мешітке қадам басып келе жатсыз. Өзіңіздің қайда келе жатқаныңызды білуіңіз керек. Адам баласы жұмаға келген кезде келер алдында ғұсыл құйынып, таза киімін киіп, үстіне әтірін жағып, шамасы келсе садақа беріп, әке шешесі тірі болса хабарласып, ол кісілерге жақсылық жасап, басқа да ізгі амалдар жасау, ол мұсылманның, әрбір мұсылманның осы жұма күні жасайтын игі амалдарынан, құрметті бауырлар. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы ислам дініндегі тазалық. Ислам дініндегі тазалықтың орны жайында иншалла сұхбат жүргіземіз, әңгіме қозғаймыз, Алла бұйыртса. Ең біріншіден, жалпы тазалықты айтатын болсақ, тазалық дегеніміз ол ислам дініндегі көп құлшылық ғибадаттардың бір негізі болып саналады. Негізі кілті болып саналады. Орындалу шарттары болып саналады. Аллах тағала Құран кәрімде Мүддәсір сүресінің 3-4 аятында «Ва раббака факаббир ва сиябака фатаххир» дейді. Раббыңды ұлықта және киіміңді тазала дейді. Қараңыздар, адамның киімінің таза болуы, адамның жанының таза болуы, адамның үйінің таза болуы, намаз оқитын жерінің таза болуы, тілінің таза болуы, арының таза болуы, бұл барлығы тазалық ұғымына кіретін мәселелер негізінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрак хадисінде, имам Муслимде келген хадисінде былай деп айтады: «Ат-тахуру шатрул иман» дейді. Тазалық иманның жартысы дейді. Алла тағала басқа бір Құран аятында, Араф сүресінің 31 аятында мындай аят бар: «Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масджиди ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин». Ей адам балалары, әрбір құлшылық орнына зейнеттеріңді алыңдар дейді. Яғни сонда таза киіммен, тазалықпен келіңдер дейді. Және жеңдер, ішіңдер, ысырап етпеңдер. Күдіксіз Алла ысырап етушілерді сүймейді дейді. Яғни бұл аятта келгенде, жалпы мешітке құлшылық орнына келген кезде адам шамасы келгенше бар күш, жігер, ынтасымен таза киінуге, таза болуға тырысу керек. Адам өзіне сұрақ қою керек: мен қайда келе жатырмын? Кімге қонаққа келе жатырмын? Егер сізді бір сыйлы бір адам, өзіңіз бір сый тұтқан, сондай бір үлгі тұтқан бір азамат сізді егер үйіне қонаққа шақырса, сіз қалай болса солай киініп бара салмайсыз. Сіз шамаңыз келгенше таза киіміңізді киіп, сондай таза қалпыңызда баруға тырысасыз. Адамдарды, қасыңызда отырған адамдарға бір кедергі жасамайын,
бір үстінен бір жағымсыз иіс шығып кетпесін деп сондай жуынып тазаланып барасыз баратын жеріңізге. Міне сол секілді мешітке келген кезде де адам ойлану керек, мен қайда бал жатырмын? Әлбетте біз ұлы жаратушы Раббымыз Аллаға қонаққа бар жатырмыз. Яғни біз бұл күні жұма күні, біздер барлық мұсылмандар осы жұма күні мешітте сәжде қылатын күн, мұсылмандардың жиналатын күні, құрметті бауырлар. Кей кезде көреміз, жалпы 5 уақыт намазға келген кезде, кейбір кезде жұмаға келген кезде, мынау күннің ыстықтығына байланысты ма, қалай болса солай қысқа шортимен, жартылай денесі ашық киімдермен келеді кей кезде мешітке бауырларымыз. Енді кейбір жастар жағы деп айтайық, енді әлбетте бұл жерде білімсіздіктен келуі мүмкін, кей кезде бірінші рет келіп жатуы мүмкін. Бұл жерде ешкімді бір айыптау мақсат емес, бұл жерде шама келгенше айту. Өйткені адам баласы келген кезде, мешітке келген кезде қайда келе жатқанын білу керек. Сол секілді әйелдер қауымында да сондай бір жағдайлар туады. Мешітке келген кезде орамал іздеп жүреді кей кезде. Орамал қайда деп. Кей кезде орамал жоқ болып жатса, үстіне киетін жаңағыда мешітке киетін киім болмай жатса, кей кезде мынау неге мешітке келіп қоймайсыңдар, неге мынау басқа мешіттерде тұрасыз, сіздерде жоқ деген секілді сондай сөз айтады. Бұл сіздер құрметті жамағат, құрметті тыңдарман қауым, жалпы бұл мешіттегі тұрған киім, ілулі тұрған орамал, ол бір сізге арналған орамал емес негізінде. Сізге ой тастау керек ол нәрсе. Жарайды, бірінші жолы келдің, енді байқамай қалып, ұмытып кеткен боларсың. Бірінші жолы кие сал, бірақ екінші жолы сәл мұсылманға тән, мешітке тән әдеппен ойлап, қайда кел жатырмын? Сіз бір банкетке, сіз бір ойын сауық орнына кел жатқан жоқсыз, Алланың үйіне, мешітке кел жатсыз. Сол үшін мына шамаңыз келгенше киіміңізді ұқыптап киюіңіз керек. Ол ілулі тұрған орамал, ол ілулі тұрған халат, ол сіз үшін болғанмен де ол сізге ой тастайтын ғана бір әрекет негізінде. Сол үшін осы мәселеге қатты мән беруіміз керек. Алла Тағала Құран кәрімде Бақара сүресінің 222 аятында «Инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин» дейді. Шексіз Алла тәубе етушілерді жақсы көреді, әрі таза болушыларды да жақсы көреді дейді. Қараңыздар. Енді мынау бізде қазақта да мақалдар көп қой, жалпы қазақтың көп мақалдарын қарайтын болсақ, түбі осы Құран аяттар мен хадисте де жатыр негізгі түптері. Мысалы, мұндай мақалдар бар. Жұғын бар жерде шыбын бар дейді. Шыбын бар жерде шығын бар дейді. Қараңыздар. Бұл да бір тазалыққа үндейтін бір қазақтың мақалы. Бірінші байлық денсаулық. Денсаулық кепілі тазалық дейді. Көзің ауырса қолыңды тый, ішің ауырса тамағыңды тый дейді. Енді осылай жалғастыра берсе көптеген қазақтың да көп нақыл сөздері бар, осы хадистерден, өзіміздің ұлы тұлғалардан алынған. Енді мынау кейбір ислам дініндегі кейбір тазалықтың кейбір белгілеріне, кейбір мысалдарын келтіретін болсақ, тазалықтың ең бір құдіреті, ең бір ұлыларының бірі ол дәрет, адамның дәрет алуы. Шара шури'ал уду лис-салауатил хамса. 5 уақыт намазға дейді, 5 уақыт намазға адам дәрет алуы міндет болды дейді. Жалпы сіздің намазыңыздың былайша айтқан негізі шарттарының бірі, сыртқы парыздарының бірі ол дәрет екен. Адамның дәреті болмаса, ол намазы қабыл болмайды, құрметті бауырлар. Адамның дәреті болу керек. Яғни бұл күніне 5 мәрте дәрет алудың өзі, ол адамды 5 мәрте жуыну арқылы адамды тазалыққа итермелейтін бір әрекет. Осыған дағдыландыратын әрекет. Қарап отырсаңыздар, дәрет барысында адамның қолының шынтаққа дейін жууы, адамның жүзінің жууы, адамның шашына масық тартуы, адамның аяғының жууы, аузына су жіберу, оның барлығын қарасаңыздар, адамның негізгі кір болу мүмкін ауқымды жаңағыдай аумақтар болып саналады. Міне осыны әрдайым 5 уақыт сайын жуып өтірудің өзі ол адамды тазалыққа, адамды бір денсаулығының жақсы болуына апаратын бір иншалла үлкен Алланың бізге берген бір сый, үлкен бір парыздарының бірі. Сонымен қатар құрметті бауырлар, мынау адам дәрет алған кезде қалай болса солай тез жылдам күйде алуға рұқсат етілмейді.
Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде, имам Муслимнің хадистер жинағында келеді: "Мен тавадда лис-салати", кімде-кім намазға дәрет алса дейді, "Фа асбага удуа", дейді, намазын сондай мұқияттылықпен, намазына дәретіне мұқияттылықпен алатын болса дейді, "Сумма маша иля салатил мактубати", парыз болған намазға баратын болса дейді, "Фассаллаха ма'ан-наси ауил жамаа", адамдармен немесе жамағатпен мешітте намаз оқитын болса, Аллах тағала оның күнәсін кешіреді дейді. Басқа да бір хадисте бар ғой: егер сенің адамның үйдің қасында бір өзен ағып жатыр дейді, сол өзеннен адам әркез 5 уақыт бойы жуынатын болса, ол адамның кірі қала ма дейді, әлбетте қалмайды дейді. Сол секілді адамның 5 уақыт намазда, адам әр 5 уақыт намаз оққан сайын шынайы ықыласпен дәретін толыққанды алған күйде адам намаз оқитын болса, иншалла күнәлары жойылады дейді. Сонымен қатар, құрметті бауырлар, мынау дәрет алған кезде, дәрет адам кей кезде ашуланған кезде де дәрет алуға болады. Адам, сіз әртүрлі жағдайларға тап боламыз. Кей кезде біреулер бізді ашуландыруы мүмкін, бір ашуға берілуіміз мүмкін. Сол кезде адам барып дәрет алатын болса, ол да бір дәретті басатын бір амалдардың бірі. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келеді, адам ашуланса дәрет алсын деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Сол секілді адам ұйықтар алдында дәрет алып ұйықтаған абзал. Пайғамбарымыздың басқа бір хадисінде келеді, адам егер дәрет алып ұйықтайтын болса, ол түні бойы құлшылық намаз оққанмен тең деген пайғамбарымыздың осыған жақын мағыналас хадистері бар. Өйткені шыны керек, адам ұйықтаған кезде ол қайтып ояна ма, оянбай ма, ол да бір Алланың құзырындағы нәрсе. Егер өзіңіз ойлаңыз, дәрет алып, сол дәрет қалпында егер біз Алламен қауышатын болсақ, жан тапсыратын болсақ, ол да бізге үлкен бір мәртебе. Дәретті, бұл өмірде дәретті кету. Сол үшін адамның жақсы ұйықтауына да осы дәреті көп көмек болады. Одан кейін тағы да бір осы тазалықтың тағы да бір нышандарының бірі, ол адамның ғұсыл алуы. Ғұсыл алу жалпы шариғатта мынау абзал болған амалдардың бірі. Өздеріңіз білесіздер, мынау айт намаздарының алдында, жұма намаздарының алдында мұсылман адам ғұсыл алады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның мындай хадисі бар. Бұл Бұхариде келген хадис: "Иза жаа ахадукум ал-джумаата фальягтасил", дейді. Егер де кімде-кім сендердің араларыңда біреулерің жұма намазына келетін болсаңыздар, дейді, ғұсыл алсын дейді, түгелдей жуынсын дейді. Мынау сонымен қатар, құрметті бауырлар, ғұсыл алудың өзі қандай пайғамбарымыздың хадистерінде бекітіліп кеткен. Адам қай уақытқа шейін адам жуынып тұру керек жайында, жалпы жуынып тұру керек жайында. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар: "Хаққун лиллахи аля муслим", дейді. Аллах алдында мұсылманның, әрбір мұсылманның хақсы, міндеті дейді, "ан яғтасиля фи кулли саб'ати айям", дейді. Әр 7 күн сайын жуынып тұру дейді. Бұл жерде әлбетте шамаңыз келсе, денсаулығыңыз оған рұқсат берсе, әр адам, мұсылман адам 7 күн сайын жуынып тұрғаны абзал дейді. Бұл да біздің Алланың алдында хақымыз. Өйткені мешітке келген кезде, намазға келген кезде басқаға кедергі болмас үшін үстімізден адам болғаннан кейін біз бір гүл емеспіз ғой. Гүл ол ешқандай бір жуынуға, ешқандай неге мұқтаж емес. Өсімдіктер жұпар иісі аңқып тұра береді. Адам біраз жуынбаса, ол иіске өзі дағдыланып, ол байқамай қалуы мүмкін. Бірақ басқа қасындағы адам одан бір ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Намазға тұрған кезде егер қасыңыздан бір жағымсыз бір иіс шығып тұрса, аузыңыздан бір жағымсыз иіс шығып тұрса, ол басқа адамға намазына кедергі боласыз. Сол үшін пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам, адам егер сарымсақ жесе дейді, сарымсақ деген білесіздер, чеснок жейтін болса, біздің намазымызға сәл жақындамай тұрар тұрсын дейді, яғни мешітке кірмей қойсын деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Яғни басқа адамға кедергі жасамау үшін. Сол секілді адамның мынау жуынуы, қол жууы, мынау намаздан неден кейін, ұйқыдан кейін қол жуудың өзі абзал бір амалдардың бірі. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар: "Изастайқаза ахадукум", егер кімде-кім ұйқыдан тұрса дейді, мин наумихи, ұйқысынан тұрса, фала яғмис ядаху фил ина, дейді. Ол қолын дейді бір ыдысқа батырмасын дейді. Ұйқыдан тұра салып, ыдысқа қолын салмасын дейді. Хатта яғсилаха саласан, 3 рет жумайынша дейді.
فإنه لا يدري أين باتت يده. Өйткені ол дейді түнде ұйықтаған кезде қолының қайда болғанын білмейді дейді. Яғни мұсылмандық әдеп бойынша пайғамбарымыздың хадисіне келгендей, адам оянғаннан кейін беті қолын жүзін жуу болып пайғамбарымыздың сүннет амалдарының бірі. Сол секілді құрметті бауырлар, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде келгендей, адам баласы адамдар жиналатын жерге дәрет сындыру болмайды. Адамдар жиналатын жерге ағаштың көлеңкесіне дәрет сындыруға пайғамбарымыз тыйым салған екен. Мұндай бір хадис бар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның. Бұл хадис Муслимде келген хадис. Иттақу аллаинайн дейді. Екі лағанетке ұшыраған адамдардан сақ болыңыздар дейді. Сол кезде сұрайды: "Қалу ва ма аллаинан?" Кім олар деп сұраған кезде, "Я Расулаллах, қал аллази ятахалла фи тариқин нас." Адамдардың жолында және мынау көлеңке бар жерде дәрет сындыру, зақым келтіру дейді. Қараңыздар. Бұл да бір қарап отырсаңыздар, ислам дініндегі бір тазалықтың бір нышандарының бірі. Сонымен қатар құрметті мұсылман бауыр, мынау ғұсыл деп айттық, адамның дәрет алу деп айттық, және сонымен қатар мисуак қолдану. Мисуак дегеніміз мүмкін сіздердің араларыңызда білмейтін шығар. Бұл арақ деген бір ағаш бар, мия ағаш дейді. Сол ағаштың бұтақтарынан, сол ағаштың тамырларынан жасалатын тіс тазалағыш құрал. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кезінде болған. Біздің мешіттің қасындағы егер мұсылман ислами заттар сататын дүкенге кіретін болсаңыздар, мисуак деп сұрайтын болсаңыз, сіздерге береді. Яғни бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның біздерге бекітіп кеткен бір сүннет амалдарының бірі. Яғни сол кездің өзінде тіс тазалағыш құрал болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір намаздың алдында тазалауға тырысып тұрған. Мұнда бір хадис бар пайғамбарымыздың. Лаула ана шуқа алал муъминина ла амартухум биссуак инда кулли сала дейді. Егер үмметіме қиын болмағанда дейді, әр намаздың алдында сиуак қолданып, мисуакты қолдануға әмір етер едім деген пайғамбарымыз. Қараңыздар. Яғни бұл әлбетте әр намаздың алдында мисуак қолдану кейбір адамдарға ол ыңғайсыз қиын жағдай тууы мүмкін. Бірақ сонымен қатар үйіңізде болсаңыз, сондай кеңшілдікте болсаңыз, әр адам мисуак қолдану ол міне намаздың бір кіріспесі, намазға дәреттің алдында істелетін бір жақсы амалдардың бірі, құрметті бауырлар. Бұны көбіміз мисуактың не екенін де білмейтін кейбір бауырларымыз бар. Бұл да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның біздерге салып кеткен бір көне сүннеттерінің бірі. Сонымен қатар адамның жаңағыдай жұпар иісі, мис қолдану, жақсы әтірлер қолдану, ол да мұсылмандыққа, тазалыққа бір итермелейтін амалдардың бірі. Және бізде қазақта не бар? Қазақтың салт дәстүрінде ол біте қайнасқан сүннетке отырғызу бар. Ол пайғамбарымыз емес, Ибрахим пайғамбардың кезінде болған, бұл Алланың былайша айтқан кезде біздерге мұсылмандарға сүннет қылып қалдырған амалдарының бірі. Яғни әрбір адамның жаңағыдай ер адамның баланың сүннетке отырғызылуы, ол қарап отырсаңыздар, адамның тазалығына, адам кіші дәретке барған кезде болсын, адамның тазалығына себеп болатын бір амалдардың бірі. Ол да қарасаңыздар, ислам шариғатында бір сүйікті амалдардың бірі. Енді әлбетте бұл тазалықтың нышандары, тазалықтың белгілері исламда өте көп. Бұны қазіргі кезде кейбір адамдар ойлайды, тазалық дегеніміз адамның өзінің киімінің, тәннің таза болуы, ол біздерге батыстан келген деген секілді ойлау мүмкін. Негізінде қарап отырсаңыздар, бұның барлығы мұсылман мемлекеті кезінде мұсылман мұсылмандардан енген нәрсе. Мұсылман мемлекеттерінің батыс әлеміне енген нәрселер. Ол кездерде ортақ моншалар, жуынатын жерлер ол кезінде батыс әлемде болмаған. Өзінің кейбір бір патша әйелдер, өзінің патша нелер бір өздерінің күнделіктерінде жазған екен. Мен өмірімде 2 рет қана жуынғам деп. Бірінші туған кезде мені туған кезде бір жуындырған, және патша болған кезде бір жуындым деп айтқан екен. Жуындың өзі ол батыс әлемінің былайша айтқан кезде жуыну, моншалар, адамның тәнінің таза болуы, оның барлығы кезінде мұсылмандардан қарап үйренген, моншалардың барлығы осы мұсылман елдеріне кірген негізінде. Сонымен қатар құрметті мұсылман бауырлар, тазалықтың тағы да бір түрлі, тазалықтың негізгі бір тармақтарының бірі адамның жүрегінің таза болуы. Адамның қалып дейді, жүрегінің, ниетінің таза болуы, ол да мұсылмандарға міндетті бір амалдарының бірі.
Пайғамбарымыздың хадисінде келеді: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум" дейді. Шын мәнінде Аллах Тағала сендердің келбеттеріңе қарамайды дейді. "Ва амуаликум", сендердің байлықтарыңа қарамайды дейді. "Валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум" дейді. Шын мәнінде Аллах Тағала сендердің жүректеріңе, амалдарыңа қарайды дейді. Қараңыздар. Адамның ниетінің, адамның жүрегінің таза болуының өзі ол тазалықтың бір нышандары, құрметті бауырлар. Мынау кей кезде болады, адамның көре алмаушылық қасиеті бар, адамдарға тән. Көре алмайды. Біреудің бір жақсы жұмысқа кіргенінің, біреудің ісінің алға басқанын, біреудің білімдірек болғанын көре алмайтын адамдар бар. Ол мынау жүректің дерттерінің бірі. Бізге өкінішке орай шыныға айту керек, бізді кезінде мынау 30-шы жылдары қаншама ғұлама ағаларымыз, қаншама мынау өзіміздің қазақтың қаймақтары деп айтса болды ғой, керемет тұлғаларының өзін сатып жүрген осы көре алмаушылықтан, адамдардың іштарлығынан қаншама бауырларымыз, қаншама аталарымыз, ғалымдарымыз солай ит жеккенге ату жазасына кесіліп кетті. Бұл өзі біздің халықтың кейбіреуінің осы қызғаншақтық, көре алмаушылық қасиетінің біздің көкейімізде болуымыздан. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келеді: адамның дейді көкірегінде имандылық пен көре алмаушылық ол бірге тұрмайды дейді. Көре алмаушылық қасиет сіздің бойыңызда тұрса, сіздің имандылығыңыз шығып кетті деген сөз. Сонымен қатар, құрметті бауырлар, мынау адамның тазалығының бірі, мынау жүрек тазалықтарының бірі ол мынау сараңдықтан ада болуы. Сараңдықтан ада болуы. Өйткені Алла Тағала біздерге өзінің нығметімен, өзінің кең пейілдігімен Алла Тағала біздерге шексіз нығметтерді күнделікті беріп жатыр. Алла Тағала біздерге тіпті ауамыздың жұтып шығаруының өзі ауаның бізге берген үлкен нығметі. Осы нығмет болсын, байлық болсын, қаншама дүние мүліктің бір үлесін осы Аллах жолында зекет ретінде беруге көптеген бауырларымыз, көптеген ағайындарымыз соны қимайды, мал мүлкінен. Шамасы келе тұра оны жүрегі дауламайын сарандығымен адамдар сондай жайттарға барып атады. Құран кәрімде Алла Тағала былай деп айтады ондай адамдар жөнінде: "Вала яхсабанна аллазина ябхалуна бима атахумуллаху мин фадлихи хуа хайран лахум бал хуа шаррун лахум" дейді. Хақ Алла Тағала ихсан етіп берген мал мүліктеріне сарандық еткендер, оның зекетін бермегендер осы тірліктері мен байлықтарын сақтап қалып өздеріне жақсылық жасадық деп ойлайды дейді. Шын мәнінде олар өздеріне жамандық жасады дейді. Қарап отырсаңдар, мына дүние мүліктің өзі, оның дүние мүліктің харам жолмен күйілдің өзі, оның өзі мына сіздің тазалаудың бірден бір жолы осы зекет арқылы адам тазалайды екен дүние мүлкін. Сонымен қатар, құрметті бауырлар, мынау тазалықтың тағы да бір түрі мына біздің тіліміздің тазалығы. Тіліміздің тазалығы. Осы тіліміздің тазалығының болмағандығынан көп адамдар үлкен күнәларға батып жатыр. Тілдің тазалығы деген не? Тілдің тазалығы деген тілімізді ширк, яғни Аллаға серік қосу амалдарының, Аллаға серік қосу сөздерінің тілімізді ада қылу. Кей кезде бір кішігірім амал секілді көрінгенмен де ол біраз уақыт жиналғаннан кейін ол үлкен күнәға апару мүмкін. Кей кезде мысалы отырады да бір адам қолы сәл қышып кете ме, айтады: "О, мен ақша ұстайды екем" дейді. Адамның қолының қышуы мен ақша ұстауының қандай байланысы бар, құрметті бауырлар? Қарап отырсаңыздар, ол бір әзіл секілді әңгіме болғанмен де, егер адам сондай ырымдарға, негізсіз ырымдарға сене беретін болса, оның өз түбі күнәға апаратын амалдар. Кейбір кезде дастархан басында отырады да бір пышақ немесе бір қасық түсіп кетуі мүмкін. Біреу асығып келе жатыр екен дейді. Қараңыздар, адамның өзінің ебетейсіздігінен, өзінің жаңағыдай дастархан әдебін сақтай алмағандықтан жаңағыдай түсіріп алғанның бір өзінің бір ақтау мақсатында бір қонақ келе жатыр екен деп өзіне айтады. Қараңыздар, енді ойлап қарайтын болсақ, қасықтың түсуімен бір қонақтың келуінің қандай байланысы бар? Мүлдем байланысы жоқ нәрсе. Егер бір байланысы бар нәрсе болатын болса, мысалы торғайлар топтасып жүр дейік та, торғайлар топтасып тамақ жинап жүр екен да, сіз айтасыз: "Күн суық болады екен" дейсіз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені торғайлар адамнан қарағанда күннің суық болатынын ол ертерек біледі, сезу қабілеті бар оларда. Ғылыми түрде дәлелденген нәрселер. Ал егер ғылыми түрде ешқандай дәлеліңіз болмаса, мысалы жолдан бір мысық өтіп бара жатыр екен, мынау жолмен жүруге болмайды екен, басқа жолмен жүрейін деп басқа жолмен айналып жатсаңыз, оның қара мысықтың жолдан өтуімен сіздің жолыңыз болмауыңыздың қандай байланысы бар?
Бұның өзін қарасаңыздар тіліміздің ластығы болып саналады, құрметті бауырлар. Одан кейін білімсіз дін жайында сөйлеу. Білімсіз дін жайында сөйлеу. Кеше ғана жаңа ғана намаз бастаған кейбір бауырларымыз сәл дін жайында сөйлеп, мүлдем білімі жоқ, оқитын Құраны жоқ, арнайы ұстаздардан, арнайы имамдардан білім алмаған, бірақ дін жайында сөйлеуге қаймықпайды, өкінішке орай. Дін жайында адамдардың алдына шығып, дін жайында сөйлеп, діннің негіздерін шарықтап, дінде бұлай деп шарықтайтын адамдар болады. Сол үшін дін жайында сөйлеу, дін деген ол бір аңыз әңгіме емес, құрметті бауырлар. Айта салатын дін деген ол сіз бір, егер сол дін сіздің себебіңіз арқылы, егер бір адамның көкейіне күмән туынса, егер бір адам сіз арқылы дінді дұрыс түсінбей кетсе, оның күнәсі сізге жазады, құрметті бауырлар. Сол үшін дін атынан сөйлеудің өзі ол тіліміздің үлкен тіл кесапаттарының бірі, құрметті бауырлар. Сонымен қатар адамның өтірік сөйлеуінің ол өзі біздің тіліміздің кесапаты. Өтірік сөйлеу, өтірік уәде беру. Адам қазір қаймықпайды қояды, иншалла дейді, өтірік соға салатын қаншама бауырларымыз бар. Ол тілдің ластығы болып саналады. Адамның орынсыз әзілдеуі. Қазір кезде әзілдеудің өзін біз шатастырып алдық. Әзілдеген кезде қалай әзілдеу керек екенін білмейміз. Өзіміздің жора жолдаспен әзілдейтін әзілді кей кезде әке шешемізбен әзілдейміз. Өзіміздің жұбайымызбен әзілдейтін әзілді кей кезде жақын үлкен ағалармен әзілдейміз. Оны қарап отырсаңыздар, бұның өзі шариғатта құпталмайтын әрекеттердің бірі. Бірақ бұл дегеніміз исламда, шариғатта әзілдің орны жоқ деген сөз емес, әзілдің өзі орны бар, құрметті бауырлар. Соны шатастырып алмауымыз керек. Сол шеңберден шығып кетпеуіміз керек. Сонымен қатар біреуге ғайбат айту, өсек айту, ол да мына тілдің ластығының бір көріністері. Көп сөйлеу, пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Мән касура каламуху касура казбуху дейді. Егер кімде-кімнің сөзі көбейсе, оның өтірігі де көбейеді дейді. Қараңыздар. Адамның сөзі көбейсе, ол өтірігі де көбейеді екен. Сол секілді біреуді келеке қылу, біреуді боқтау, оның барлығы мына тілдің ластығы. Алла тағала сізге намаз оқу үшін, Құран оқу үшін бір ауызды беріп, боқтау үшін екінші бір ауызды бермеген. Барлық нәрсе хайырда, хайыр емес та осы бір ауызыңыздан шығып жатыр. Сол үшін жақсы нақыл айтатын сөзден, Құран аяттары оқылатын сөзден шамаңыз келгенше жақсы хайыр нәрселерді айтуға тырысыңыздар, құрметті бауырлар. Сонымен қатар бізде қазір сөйлеген кезде сөзіміз ала-құла болып кетеді. Ала-құла дегеніміз не орысша емес, не қазақша емес. Бізде қазақта сөз бар ғой. Өзге тілдің бәрін біл, бірақ өз тіліңді құрметте дейді. Бізде қазақша сөйлеген кезде тіпті телеарнадан қарап отырған кезде кей кезде өкінесің. Өзіміздің журналистеріміздің өзі сөйлеген кезде сөзінің арасында көп басқа тілдің сөздері араласып кетеді. Сөз ала-құла болмай, таза сөйлеуге тырысуымыз керек, құрметті бауырлар. Және сонымен қатар тілдің тазалығы деп жатырмыз. Адамның арының тазалығы да мұсылманның негізгі сақтау керек бір негізгі рүкіндердің бірі. Адамның арының таза болуы. Батырда туған анадан, ақында туған анадан, басшыда туған анадан. Шыны керек, анадан ұлы тұлғалар дүниеге келеді. Ана біздің айнамыз, ана біздің әйел, біздің ар абыройымыз. Егер осы ар абыройымызды сақтай алмасақ, егер осы ар абыройымызды біз қадірлеп, қастерлей алмасақ, ол басқа елдің алдында біз құрметті болмаймыз. Адам қандай ел мықты, қандай елдің болашағы бар, ол өзінің қыздарының, өзінің әйелдерінің арын сақтай білген ер. Міне, ел сондай мықты ел. Бірде-бір патша өзінің тыңшыларын жіберген екен. Басқа елді бір жауламақшы болған бір патша. Сол кезде тыңшыларын жіберген кезде тыңшылар келіп оған айтқан екен: көрші елге барып едік, жұмыс қай жерде барсаңыздар әйелде толып жүр. Ана бір әйелге үйленіп, екінші әйелге үйлендім дейді. Ешқандай қиындық жоқ. Жақсы екен дейді. Екінші тыңшы келіп айтады: қалай көшеде жалпы әйелдермен байланыс құра алдың ба деген кезде, жоқ, әйелдер түгіл қыздар мүлдем көрмедім дейді. Қараңыздар, онда сонда патша айтқан екен: әйелін сақтай, әйеліне құрметтей білген елді ол алу мүмкін емес деп. Сонда соғысты ол елді біз жеңе алмаймыз деп, әйелін құрметтемеген, әйелін аяқ асты еткен елге барып соғыс ашып, сонда бір жеңген екен. Қарасаңыздар, шын айту керек, ол біздің абыройымыз, әйел біздің абыройымыз. Ұлы тұлғалар, Абай секілді, Шәкәрім секілді, Жүсіпбек Аймауытов секілді үлкен ұлы тұлғалар, ол ұлы аналардан дүниеге келеді.
Мынау бізде неде Абай жолында келеді ғой. Мынау Құнанбайды дәретсіз емізбеген зереден дейді, ұлы Абай дүниеге келді дейді. Қараңыздар. Шынын айту керек, мынау ұрпағымыз егер салихалы болатын десек, осы ар абыройымызға иншалла мән берейік. Аллах тағала тыңдағандарыңызға Алла разы болсын иншалла. Келесі жұмада аман есен кездесуімізге Алла нәсіп етсін.